Қайырлы күн. Мен Орал қаласы нөмір 42 Ахмет гимназиясының 8-ші Г сынып оқушысы Абат Айнаров. Мен Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жобалар байқауына қатысудамын. Жобамның тақырыбы үнсіз тарихты сөйлеткен жан. Жоба Батыс Қазақстан өңіріне белгілі өлкетанушы Ахмедияр Қуанұлы Батырхановтың өмір жолы мен қоғамдық қызметіне арналған. Жобамның мақсаты туған өлке тарихын зерттеп, тарихымыздың дамуына үлес қосып жүрген Ахмедияр Қуанұлының өнегелі өмір жолын жас ұрпаққа таныстыру және насихаттау. Ахмедияр Қуанұлы 1971 жылы Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Сарықұдық ауылында дүниеге келген. Ауыл мектебін бітіріп, әскер қатарында қызмет атқарғаннан кейін қазақ тілі мен әдебиет және тарих пәндері мұғалімі мамандығын алады. Әр жылдары Жәнібек ауданындағы Шұғыла газетінде тілші және редактор, тарих пәні мұғалімі, аудандық мұрағат директоры, мәдениет және демалыс саябағының директоры қызметтерін атқарады. Қазіргі таңда Мәншүк Мәметова атындағы музейінің меңгерушісі қызметін атқарып келеді. Ахмедияр Қуанұлы ұлы отан соғысы жылдарындағы еңбегі елеусіз кеткен немесе есімдері белгісіз болған батырлардың тағдырын зерттеп жүрген танымал өлкетанушы. Ол көптеген мұрағаттарды зерттеп, соғысқа қатысып, тұтқынға түскен немесе Еуропадағы қарсыласу қозғалысына қатысқан батыс қазақстандық жауынгер туралы тың деректер анықтаған. Көптеген адамдарға хабарсыз кеткен туысқандар жайлы мәлімет іздеуге көмектескен. Былтыр мектебімізде Ахмедияр Қуанұлымен өткізілген кездесуде өлкетанушының тарихқа деген сүйіспеншілігі мен туған өлкеге деген құрметі маған ерекше әсер қалдырды және зерттеу жұмысына қызығушылығымның оянуына себеп болды. Танымал өлкетанушының өмір жолымен жақсырақ танысу үшін және зерттеулер мен құнды мәліметтерін өз аузынан есту мақсатында сұхбаттасқан болатынмын. Сұхбаттан үзіндіге назар аударайық. Ахмедияр Қуанұлы, Ұлы Отан соғысын зерттеуге не себеп болды? Енді бұл тақырыпты мен 2004 жылы Жәнібек ауданында аудандық газетте Шұғыла газетінің тілші болып жүргенде бастадым. Себебі сол кезде аудандағы соғыс ардагерлерімен, тыл еңбеккерлерімен сұхбаттасып, солардың бәрі де жеңіс үшін, бәрі де майдан үшін деген ұрандар тұтқан жылдардан алған сертетін мәліметтерін, архив құжаттарын тиек етіп, майдангерлердің естеліктерін жазып. Сосын сол кезде Жәнібек ауданында Зұлпыра Қабылқайқызы деген аудандық архивтің директоры болып тапамыз. Сол кісі өзінің әкесінің інісінің соғыстан оралмағанын айтып, сол туралы мәлімет іздеуін деді. Сөйтіп мен Ресей қорғаныс министрлігінің архивына жазбаша хат жазып, ол хатыма бір жыл жарым жүріп жауап келді аяқ. Сонда сол Әжіхан Дүйсеновтің соғыстағы марапаттары, оның батальон командирі болған барлық мәліметін алып, сол кісіге бердім. Содан кейін басқа да адамдар, жерлестер хабарласа бастады. Жаңа біреуін ағашым оралған жоқ соғыстан, біреуім атам оралған жоқ дейді, біреу әкем туралы мәлімет берші деп. Сөйтіп жұмыстанып кетіп, шыны керек мен қазір дәл есебін білмеймін, бірақ көптеген адамдардың әлі күнге белгісі болып келген аталарының, әкелерінің нақты жерленген жерлерін тауып беруге үлес қостым. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде Ахмедияр Қуанұлы от кешкен ордалықтар, жаралы жылдар жаңғырығы, тауқымет тартқан тағдырлар сияқты кітаптар жарық көрген. Сонымен қатар жастармен көп кездесулер жасап, тарихи деректермен бөлісіп, ел тарихын насихаттап келеді. Ахмедияр Қуанұлы Қазақстан журналистер одағының мүшесі, жауынгер тағдыры халықаралық іздеу қозғалысының қатысушысы. Ол саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмысына да қатысқан. Өз еңбегі үшін ол үздік өлкетанушы төс белгісімен армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы мерекелік медальмен және көптеген алғыс хаттармен марапатталған. Қорытындылай келе, Әлихан Бөкейхановтың ұлтына қызмет ету білімнен емес мінезден дегендей, Ахмедияр Қуанұлы туған елінің тарихын зерттеп, үнсіз жатқан деректерді сөйлеткен ұрпаққа үлгі болар тұлға. Назарларыңызға рахмет.